Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Менің есімім Кекенова Айжан Оразалықызы. Мен дағдарыс психологы боламын. Өзім оңалту және бейімдеу жөніндегі тренер болып келемін. Сіздермен бүгін көпшілік алдында сөйлеуге арналған психологиялық ұсыныстар жасауға және де семинар тренинг өткізуге келген болатынмын. Алдымен сіздермен сәл ғана кішкентай тренинг өткізсем деймін. Оның атауы депутат деп аталады. Соны өткізу үшін маған 3 қатысушы қажет. Мына жерге 3 адам шықса болады. Кез келген, уайымдамаңыздар. Ойын онша қиын болмайды. Сіздер шығып, сосын сіздерге тапсырма беретін боламын. Аудиторияңызда қатысатын болады. Давайте ендеше сіздер өздеріңіз кім шығарын білмейтін болса, өзім шақырайын. Сіз шықсаңыз мына жерге? Я. Сіз шыға қойыңыз, я. Сізге қарасам, мен дайынмын деп тұрған сияқтысыз. Так, сосын ана жақта көзілдірік киген жігіт. Келе қойыңыз мына жерге. Сіздерге берер тапсырмам. Сіздер қазір ана жаққа шығып, кішкене есіктен ары қарай өтсеңіз, мына жаққа қарай. Жақсы ма? Есіктің жанында тұрмаңыздар. Бара беріңіздер. Енді қалған адамдарға мынандай тапсырма. Қазір бір адамнан осы жерге мен шақырып тұрамын. Бірінші қатысушы шыққан кезде ол өзінің депутат ретінде, өзінің осы халыққа немесе осы мекемеге қандай үлесін қосарын, қандай жаңашылдығын көрсете алатын айтатын болады. Сонда сіздер оны баршаңыз қолдайсыздар. Шапала құрасыздар, керемет, сенің айтқаның дұрыс деп қолдауларыңыз қажет. Жақсы ма? Екінші қатысушы келген кезде сіздер, наоборот, бүйтесіздер. Кішкене сынайсыздар, сұрақ қоясыздар. Депутаттар всегда осылай айтады ғой, әрдайым осылай айтады ғой. Сіздер әрдайым уәде бересіздер, бірақ уәдеңізде тұрмайсыздар. Айтқан сөзіңіз шынымен де рас па? Дәйектерді көрсетіңіздер деп кішкене сынауыңыз керек. Бірақ ол бітірген соң сіздер оны кішкене шапалақпен қолдайсыздар. Бірақ біріншісін қолдағандай жасамаңыздар, жақсы ма? Біріншісін прям шапалақтап қолдаңыздар. Жоқ, бір-бірлеп кіреді. Үшінші қатысушы кірген кезде сіздер бір-бірімізбен сөйлесуіңіз қажет. Оны полностью игнорировать етуіңіз керек. Я. Жақсы ма? Дайын болсаңыз, қазір бірінші қатысушы кіреді. Ол біздің бірінші депутат. Сіздерге қазір өзінің ұсынысын айтатын болады. Жақсы, рахмет. Қазір біздің бірінші қатысушымыз. Сіз қазір мынау аудиторияға, осы мынау халқыңызға өзіңіздің ұсынысыңызды айтуыңыз керек. Не жасай аласыз мына халық үшін? Құрметті студенттер, мен өзімнің халығым үшін өте көп нәрсе жасай алам. Мысалы, біз пятница сайын киноға баруымыз мүмкін. Мысалы, бесплатный столовкалар істеуіміз мүмкін. Или болмаса әртүрлі ойындар ойлап табуға болады. Мен таңдасаңыздар, біз сізге 20% скидка жасаймыз асханада. Жақсы, керемет. Болды ма сізде? Я, болсаңыз, отыра қойсаңыз болады. Сіз шыға тұрыңыз. Келесі қатысушыны шақырыңыз. Қара күрте киген жігітті. Осы сіздің халқыңыз. Оған не ұсына аласыз? Мен сіздерге, құрметті студенттер, мен сіздерге аптасына 3 рет бесплатный кинотеатрға не бере алам? Тағы да билет, тағы да осы колледжде соңғы парадан отмена қылушы едім. Соңғы пара. Сосын әр мысалға қалаларда не болады ғой,
ойын ойнайтын жерлер, мысалға Аха, клуб, сауық ойындар, дейтін клубтар. сияқтар. Иә. Вот сондайларға 50% скидка. 50% скидка. береді. Студенттерге и так скидка емес па? Студенттерге ондай скидка болмайды олар. Жақсы, жақсы. Тағы да не ұсына аласыз, депутат болсаңыз? Сізді таңдау үшін тағы да не жасай аласыз? Мен таңдау үшін тағы да Болды ма? болды. Аха, жақсы. Ендеше келесі қатысушыны шақырсаңыз. Сіздер жаңа сынамадыңыз ғой? Жақсы. Келесі қатысушы кірген кезде, кішкене өз-өздеріңізбен бір-біріңізбен сөйлесіңіздер. Құрметті студенттер, мен депутатым. Мен сіз үшін көбірек мерекелер істеймін, көбірек ойындар, сол ойындарда приз болады. Әлесе асханада скидкалар болады. Көбінесе студенттерге жеңілдік, оқуды дамытаймын. Дамытасыз, иә? Аха. Тағы да айтарыңыз бар ма бұл халыққа? Жоқ? Жақсы, шықсаңыз болады. Сіздер шапалақтамайсыз ба мына? Жақсы. Ал енді қазір бір-бірлеп, қазір барлық қатысушыны осы жерге шақыратын болам. Ана жерге тұрады. Бірінші қатысушы деген кезде, біздіңше депутатқа қандай баға қоясыз деген кезде, сіздер ақырын ғана былай қол шапалақтайсыз, жақсы ма? Басында сіздер қатты шапалақтадыңыз ғой, енді ақырын ғана. Сосын екінші қатысушы кірген кезде, оған кішкене шапалақтап, молодец, айтқаның дұрыс екен, біз сені қолдаймыз деңіз, жақсы ма? Үшіншісі кірген кезде прям шапалақпен ұрыңыз, өйткені сіздер жаңа ғана оны полностью оған қарамай, оны тыңдамадыңыз, иә? Енді оны қолданыз, жақсы ма? Кіре қойыңыздар. Иә, кіріңіз, мына жерге тұрыңыз. Ортаға. Иә, осы жерге тұрыңыз. Құрметті халық, алдарыңызда барлық депутаттар жиналып тұр. Енді сіздердің басты мақсатыңыз осы адамдардың ішінен барлық адамдарға баға беру. Жақсы ма? Енді бірінші қатысушымызға қандай баға қоясыздар? Ұнады ма сізге? Жақсы. Жақсы. Екінші қатысушыға? Жақсы. Жақсы. Үшіншісі? Енді менің басты сұрағым әр қатысушыға. Басында сізге барлығы шапалақ ұрған кезде қандай сезімде болдыңыз? Мен өте расстроенный болдым. Расстроен? Көңіл күйім түсіп Жоқ, кетті. басында ең бірінші кірген кезде сіз өзіңіз айттыңыз ғой, мен депутатпын, мынандай ұсыныс жасай аламын деген кезде сіз барлығы сізге шапалақтады. Сонда қандай сезімде болдыңыз? Күшті сезімде болдым. Иә, сосын тағы да бұл халықтың сізге қолдау білдіргенін деп ойладыңыз ба сіз? Жақсы, келесі қатысушы. Сіз шыққан кезде ең бірінші рет, сонда қандай сезімде болдыңыз? Сізге шапалақ ұрды ма? Жоқ. Қалай, ұрды ғой? Ұрды ғой, Бірақ давление болды. Біртүрлі болды. Біртүрлі болды ма? Жақсы. Мен кішкене сәл уайымдадым, бірақ та өзге ұнаған. Бірақ сізге ұнады. Ал халық сізге шапалақ ұрмаған кезде, тыңдамаған кезде қандай сезімде болдыңыз? Іштен етпес. Іштен етпестіңіз. Жақсы. Ал қазір, мысалы, екіншісінде шыққан кезде барлығы сізге шапалақ ұрды. Қандай сезім болды сізде? Көңіл күй көтерілген. Көңіл күйіңіз көтерілді, иә? Адамдар мені қолдап жатыр, маған сенеді деген сезім, иә? Жақсы. Ал сізде? Сізге барлығы керемет,
дұрыс айтасың деді. маған ұнады бәрі. Ұнады, Дұрыс, иә? иә. Аха. Ал сіз қандай сезімде болды? Түріңіз жаңа ғана Мен- неге маған шапалақтамай жатсыздар дегендей болып мен тұрды ғой. өте несе көңіл күйім түсіп кетті. Мен қыздарым маған шапалақтамады, неге деп ойладым мен. Содан кейін мен түр жинап алдым. Жақсы, жақсы. Түріңіз күшті жиналады екен, молодец. Жақсы, отырсаңыз болады. Құрметті студенттер, әрқайсымыз аудитория алдында бір рет болса да ыңғайсыз сезімдік, иә? Жаңа ғана алдарыңызда тренинг ретінде де көрсеткен болатынмын. Адамдар сізді қолдаған кезде және де қолдамаған кезде қандай сезімде болатыныңызды. Енді сіздерге мынандай сұрақ. Адамдар осындай көпшілік алаңына шыққан кезде, өзінің айтары бар кезінде қандай қиыншылықтар көбінесе кездеседі? Қобалжу. Сосын қандай қиыншылықтар болады адамдардың алдында шыққан кезде? Ұялу. Сосын сенімсіздік, сөзден шатасу, иә, ұмытып қалу, ойға дым келмеу. Аха, дұрыс. Шынымен де адамдар көпшілік алдына шығып үйренбеген кезде ол өзін ыңғайсыз сезінеді және де қателіктер жасауға көп бейім болады. Келесі слайдқа ауыстырсақ енді. Барлық осы реакциялар толықтай қалыпты. Олар табиғи физиологиялық және сіздің кәсіби жарамсыздығыңыздың білдірмейді. Біздің мақсатымыз эмоцияларды жою емес, оларды басқарып үйрену. Көпшілік алдына шығардың алдында ең бастысы дұрыс мақсат қою. Мақсатыңыз дұрыс болса, демек ол 90% жұмыстың дұрыс жасалуының бейнесі. Екіншісі ол дайындық. Егер сіз дайын, репетицияңызды жасап, жинақталып, немесе өзіңіздің жоспарыңызды жасап келген кезде, сіз көпшілік алдына сенімді, сабырлы болып шығасыздар. Үшіншісі ол контакт орнату. Бұл дегеніміз адамдармен көзбе-көз, ай контакт деп аталады ғой, көзбе-көз контактты орнату. Адамдар сіздің тек қана 7% ғана айтқан хабарламаңызды қабылдайды. Қалған 53% сіздің бейнеңіз, қалай тұрысыңыз, адамдарға берер ақпаратыңыз көбінесе іс-қимылмен, невербалды қимылдармен көп нәрсе айтасыздар. Төртіншісі бұл имидж. Мысалы, сіздер келген кезде аудиторияңызда неше түрлі халық болуы мүмкін. Мысалы, сіздер әкімшілікте, басқармада жұмыс істеуіңіз мүмкін. Сол кезде алдарыңызда, мысалы, жұмыскерлер болуы мүмкін, депутаттар, әкімшілік өкілдері. Сондай кезде келген көпшіліктің ортасы қандай болса, сіз де дәл сондай болып келуіңіз қажет. Себебі олар сіздің айтқан дәйектеріңізді, информацияңызды қабылдайтын болады. Бесіншісі, басты сөздің әсері. Егер сіздің атауыңыз, тезистеріңіз, цитаталарыңыз барлығы сәйкес келіп тұрса, адамдар тез бейім және тез қабылдайды сіздің айтқан ақпаратыңызды. 90% вашей информации, которую вы получаете, если это дается емко, қысқа да нұсқа болса, адамдар оны тезірек және де жақсы қабылдайтын болады. Алтыншысы, статистиканың әсері. Егер барлық берілген ақпарат дәйектерге, неше түрлі диаграммаларға, визуализацияларға толы болса, адамдар оны қабылдайды. Және де өзін өзі реттеу. Егер сіздер бір көпшілік ортасына шыққан кезде уайымдайтын болсаңыздар, сіз өзіңізді жинап алу тәсілдерін білуіңіз қажет. Және де тез
өзін өзі реттеуге бейім болуыңыз қажет. Это саморегуляция, когда вы можете управлять собой, управлять своими эмоциями, вы можете легко легко управлять и другими людьми. Следующий слайд, пожалуйста. Нет, еще один. Можете поменять? Подготовка к публичному выступлению. Көпшілік алдында сөйлеуге дайындық. Олар, мысалы, сіз жаңа ортаға келіп тұрған кезде, ең бастысы аудитория туралы мәліметтер. Қандай адамдар болады, олардың жастық ерекшеліктері, және де қандай сұрақтар немесе мәселелер оларға маңызды, жоспар құру маңызды, негізгі идеяларыңыз дұрыс болу керек, материалдарды жинақтап, және де осы аудиторияға сәйкес қылып айқын көрсетуіңіз қажет. Келесі. Байланыс орнату. Тыңдаушылардың назарын өзіңізге аудару үшін нені ескеру қажет? Көзбе-көз сөйлесу, жаңа ғана айтқандай, көзбе-көз сөйлесу, ашық ішім-шара реакциялар, сіздің мимикаларыңыз, пантомимикаларыңыз, және де невербалды іс-қимылдарыңыз, даусыңыздың анық естілуі, сыртқы келбетіңіз жақсы көрінуі тиісті. Даусы мен айтқанына қатысты талаптар. Даусыңыз айқын, қалыпты, келтірген дәлелдерге жүйелі, сөздердің қысқалығы, сөйлемдердің бейнелігі өте маңызды. Мысалы, сіздерді тыңдамайтын аудиторияға келсеңіз, егер даусыңыздың ырғағы тынышталса, тыныш сөйлесеңіз, адамдар сіздің ақпаратыңызды тыңдайтын болады. Чем тише ваш голос, тем больше аудитория успокаивается и начинает воспринимать вашу информацию. Когда вы начинаете повышать голос и громче разговаривать, аудитория наоборот, она старается уже отвлекаться и не особо готова слушать. Но если речь будет всегда монотонной, это тоже заставляет аудиторию засыпать, не хочется слушать информацию. Но когда информация идет разная, получается, ваша интонация, тон речи меняется. Получается, я разговариваю с вами тише, и в какой-то момент я начинаю говорить, а сейчас мы с вами будем что-то проводить, да? Уже аудитория начинает активизироваться. Хорошо. Сейчас я хотела бы с вами провести небольшую практическую часть. Для этого мне понадобится 5 человек. Это уже не будет не такая игра, как депутат, но что-то схожее. Больше практическая часть по выступлениям перед публикой. Дорогая аудитория, сейчас я буду сюда приглашать по одному участнику, бір қатысушыдан шақыратын боламын. Сіздерге қандай тапсырма беремін? Мысалы, если я скажу, что вы будете рабочей группы, учителя, шахтеры, не знаю, представители заводов, рабочие заводов, вы должны вести себя так, ваше поведение будет, как ведут себя люди. Хорошо? Как аудитория, которая приходит, например, представитель, допустим, я представитель акимата, да, и вы должны, разные категории людей здесь должны сидеть. Понятно? Там врачи, доктора, врачи, учителя, рабочие, шахтеры, многодетные, пожилые, все должны сидеть здесь. Хорошо? Сейчас я спрошу, кто первый зайдет сюда. Кто готов? Дайынсың ба? Сізде кто? Больницаның басқарушысы. Хорошо, сейчас я скажу, кто. Вы первый зайдете. Да. Короче, сейчас сюда зайдет, смотрите, сейчас сюда зайдет начальник больницы. Вы все будете врачами. Сіздер барлықтарыңыз дәрігерлер боласыздар. Жақсы ма? Бірақ бұл кісіге білдіртпейсіздер. Давайте. Вот вам микрофон. Сюда. Вот сюда вставайте, посередине. Да. Представьтесь. Сәлеметсіздер ме? Мен жақындағы ашылған аурухананың басшысы болып табыламын. Бүгінгі күннен бастап
бізде қабылдау бөліміне жазылу үшін тек электронды түрде ғана қабылдай аламыз. Мысалы, егов деген бағдарламалар арқылы сіздер өздеріңіздің ақпараттарыңызды, анализдеріңізді тапсыра аласыздар. Бұл өте тиімді деп есептеймін, яғни сіздер жанды түрде дәрігерлеріңізге жазыла алмайсыздар, бірақ мен бұл идеяны тиімді болып есептегеннен Сіздер сұрақтар қойсаңыз болады. сұрақтар. Да, айта ғой. Сізге сұрақ, егер адамның өлімі болып жатса, олар қалай қатты ауырып тұрса, еговқа тіркелуі мүмкін дейді. Ұзақ дейді. Егер интернет істемей қалсында кикілжің жағдайлар болып қалса, біз прямой жанды түрде барамыз. Егер экстренный хабарламалар болып жатса. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Қорықпаңдар. Иә, дайындап қойыңыздар сұрақтарыңызды. Пропискада очередьте тұрамыз ба? Негізі тұрамыз, бірақ апталап созылмайды ол нәрсе, тез болады. Иә. Да? Гарантия бере аламын. Жақсы, жақсы. Келесі сұрақ. Шешеміз. Бұл енді болашақта жоспарлап жатырмыз ол жағдайды, болашақта қарастыратын боламыз. Сосын сіздерге айтамыз міндетті түрде. Жақсы болды ма? Иә, шықсаңыз болады. Бұл депутат сияқты ойын емес. Қазір келген қатысушыға сіздер сұрақ қойыңыз қажет. Мысалы, қазір келетін адам, ол әкімшіліктің бір өкілі болады. Сіздер халық боласыздар. Арасында неше түрлі жұмыс мамандық иегерлері боласыздар. Сол кезде өздеріңіз сұрақтарыңыз бар, қандай? Сол әкімшілік өкіліне сұрақ қойыңыз қажет. Мысалы, сіз дәрігерге жаңа сұрақ қойдыңыз, бірақ ол сізге еговқа тіркеліп қана өзінің дәрігеріне кіретінін айтты. Ал сіздер болсаңыздар, ол кісіге неше түрлі сұрақ қойдыңыздар. Пропискаға тұрсақ бола ма деген. Сосын бірінші адам жақсы сұрақ қойдыңыз, бірақ ол кісі барлық сұрақтарға жауап беріп кетті. Бұл, смотрите, она ответила на все вопросы, но эти вопросы, два из них не касались ее. Да? Это тоже показатель того, как мы выходим в аудиторию, да? И не всегда тот человек, который выходит, он компетентен отвечать на этот вопрос. Но она ответила. И насколько это было корректно. Хорошо? Мы же сейчас говорим о публичном выступлении. Так, следующий участник. Будет представитель акимата. Так, да. Вот, держи микрофон. Вот сюда вставай. Халқым, мен бүгіннен бастап тігіншілердің зарплатасын түсіретін болам. Бұл тек уақытша. Және тігіншілерге біз кішкене болсын скидка жасаймыз. Тігіншілерді әр өткен сайын қолдап отырамыз. Және бұл уақытша не бір ай, немесе жарты айға созылады. Сіз тігіншілердің өкілісіз, иә? Жақсы. Бұл сіздің жаңа бастықтарыңыз. Ал олардың қаражаттары қандай болмақ? Қазіргі уақытта олардың жалақысын көтересіз ба? Жоқ, түсіретін боламыз, бұл уақытша. Сіздер келісесіз ба сондайға? Сұрақтарыңызды қоймайсыз ба? Біз себебі өте көп. Біріншіден оның себебі қазіргі уақытта халықтың жағдайын ойлағандықтан біз тігіншілердің зарплатасын түсіріп, халықтың азық-түлігін, продуктыларын бағасын түсіретін боламыз. Және бір-екі айдан кейін қайтып тігіншілердің зарплатасын орнына емес, оны кішкене болсын көтеруге тырысамыз. Тағы да сұрақтар бар ма? Гарантия қайда? Гарантия қандай? Сіздің көтеретініңіздігі. Қазір түсірем дейсіз, келесі? Бір-екі айдан кейін. Бола ма нормализация? Иә, әрине. Қай айдан бастап мысалы? Мысалы, қазір түсіретін болсақ, бір айда ол бір ай бойы түседі, келесі айы уже көтеріледі. 1,5 есе көтеріледі оның зарплатасы.
Сонда Ау? Тігіншілер қазір тігіншілердің заводы көп қалада. Егер тігіншілерін түсіретін болсақ, басқа да өкілдер оны егер түсіретін болсақ, оны біз оны қайтып көтеруге оңай болады. Біз тігіншілердің жалақысын 25%-ға түсіретін боламыз. Біз 25%-ын халыққа жол саламыз. Өздеріңіз білетіндей, кейбір жерлер тесік немесе ой, және әр ауылды мекендерге су, электр өткізетін боламыз. Дипломсыз жұмысқа аласыз ба? Ау? Дипломсыз жұмысқа аласыз ба? Иә, әрине қазіргі таңда халықтың көбісі дипломсыз немесе көптеген қиындықтарға тауып болып диплом жоғалтып жатады. жақсы, рахмет. Рахмет. Давайте, келесі. Сейчас, подождите. Сіздер қазір сұрақ дайындап отырыңыздар, жақсы ма? Қазір әкімшілік келеді, шынымен де. Жоқ, әкім емес. Пойдемте. Вы готовы? Вот, держите. Вон туда. Здравствуйте, я представитель акимата. Только не забывайте о том, что мы до этого говорили, да, о выступлении, как это все должно. Да, Хорошо, да. давайте. Здравствуйте, я представитель акимата. Я здесь в связи с тем, что у нас с нашей экологической проблемой в нашей стране. За последний год у нас усиливается загрязнение и мусор. Это не только связано с тем, что множество фабрик и сливаются отходы, но и с тем, что множество мусорят. Я бы хотел предложить решение, что у нас каждый житель мог сортировать мусор. Например, у нас есть Жасыл Казахстан, и подростки от 12 до 15 лет могли иметь постоянный заработок, так еще и помогать нашей стране. Получается, мы ежедневно будем обращаться к представителям Жасыл Ел, волонтерам, чтобы они сортировали наш мусор. Вот я буду выходить, вот вечером я вышла, мусор положила, они забрали и будут сортировать, да? Да, можно так сказать. Даже так? Да. А у нас в стране сколько? 17 миллионов человек? Да. Не, ну можно не ежедневно, это, как сказать, можно сказать, по желанию, но чтобы чаще были. Ага, хорошо. А где мы будем, к кому нам обращаться? Вот? Ну, можно... Чтобы они забрали, вот, ладно, мы знаем, что эта организация нам сделает. как сказать... Можно самим этим лично обратиться к Жасыл Казахстану. Ага. Например, А почему они должны сортировать наш мусор, если это наш мусор? Ну, смотрите, в любом случае, это же их задача. Помимо этого, мы большинство могут сами добровольцами зарегистрироваться в этот Жасыл Ел. Хорошо. Получается, вы их обязуете? Да. Вы зададите вопросы? А не легче ли сделать специальные мусорные баки? Почему не легче? Легче, конечно, но в любом случае могут многие люди попросту не бросать в эти мусорные баки. Хорошо. Есть вопрос еще один? Нет? Все, вы можете проходить. Так, вы запоминаете все казусы, хорошо? Вот, публичного выступления. Так, следующий. Вы представитель какой организации? Давайте, заходите. Так, здесь представитель министерства. Да. Вы тоже такая непростая организация, если что. Так, встаем посередине. Сәлеметсіздер ме, мен Атжан Хамилов Құрбанали. Мен министрліктің өкілін болып келемін. Және де айта кететін жайып 2025 жылдың статистикасы бойынша Қазақстанның бюджеті күрт түсіп кетті. Және де оған себеп басқа елдерге біздің қарызымыз қайтаруымыз болып келеді. Осыған орай көп балалы ата-аналарға АСП төленбейді. Бірақ та балаларыңызға тегін тамақ беруді обещать етеміз. Мына жерде көп бала аналар көп қой, иә? Енді сұрақтар қойсаңыз, сіз келісесіздер ме сондайға? Жоқ, келісеміз. Неге?
Неге келіспейсіздер? көп балалар аналар олар так питаниеға алады ғой. артық етпейді. Қалай ол? 2 есе. Қазақстанның бюджеті қанша миллиард теңгеміз? Нормально. Нормально. Да, келесі сұрақ тағы бар ма? Көпбалалы аналарға да сұрақ жоқ па не? Ау, министр болмайсыз. неге? Сол. Болттым. Ақша бермейсің ба? Не қыламыз біз тамағын? Иә. Балаларды киіндіру керек қой. Жоқ, жетеді. Сонда балалар киімсіз, қалама үйсіз. Болады. Болады деген. Болады. Қалай болады? Болады. Иә, Көреміз. қандай Сен өзің маман. көреміз? Иә. Бұл нақты жауабыңыз ба сонда? Иә. Бюджетке қарай. Бюджетке қарай? Иә. Қанша жыл керек бізге көруіңіз үшін? Мүмкін тағы 5 жылдан кейін бізде 10 бала болады. Сонда қандай көмек алуымыз мүмкін? Жоқ сіздерде көмек. АСП төленеді. Төленеді? Қазір төленбейді дедіңіз ғой. Иә. Күрт жағдай түсіп кетсе төленеді. Ага, жақсы. Жарайды, өтсеңіз болады. Так. Кто там следующий у нас? Вы какая организация? Так, а сейчас вы представители Акимата. Сәлеметсіздер ме студенттер, мен осы мүгедектерді қорғау ұйымынан келіп отырған жанмын. Бізде осы кезде сіздерде олар не істейді деген сұрақ туындайтын шығар. Бізде ең алдымен осы қазіргі таңда мүгедектерге техникалық аппараттардың жетіспеушілігі, осы тыңдау аппараттары, арбалар, пандус секілді көптеген мәселелер болады. Соларды шешу жолында тырысуға ұйымдасқан ұйым болып келеміз. Және де біздің мақсатымыз дәл қазіргі таңда осы мүгедектерді психологиялық жағынан қолдау керекпіз. Және де көптеген техникалық аппараттардың жетіспеушілігін қамтамасыз етуіміз керекпіз. Сол секілді көптеген мәселелеріміз бар, шешімін күтудеміз, иә. Қандай көмек көрсете аласыздар деп сұрайсыз ба? Халықтан? Қазіргі таңда сіздер осы мүгедектерді байқап қалған, мысалы жолда байқап қалған кездерде қалай көмек көрсете аласыздар деп сұрақ қоя аламын. Мысалы сіздер бір әкімшілік мекемесі ретінде көмектесуге дайынсыз ба осы ұйымға? Иә. Қалай көмек? Сұрақтарыңыз бар ма? Мүмкін бұл мекеме шынайы адамдарға көмектескісі келмейді шығар. Қаншалықты сіз сенесіздер? Неше түрлі ұйымдар болады ғой, көмектесем де бірақ көмектеспейтін. Біз қалай сіздің мекемеңізге сенсек болады? Қалай сенуге болады? Қалай сендіре аласыз? Я, то, что вы действительно поможете вот, людям, которые нуждаются в помощи, инвалидам, что вы создадите там пандусы, если вам выделят там бюджет. Волонтерлар? Нет. Келісімдер орнатамыз. Келісімдер орнатамыз, сосын? Интернет жайлы, интернет жағынан болады ғой? Иә. Сенімге кіру үшін ба? Сенімге кіру үшін? Интернетке сурет салып қоясыз ба? Біз көмектестік де. Орнаттық. Нәтижелерді салуға болады. Нәтижелер, жақсы нәтижелер. Болды ма? Сұрақ бар ма? Жоқ, жақсы. Шақсаңыз болады қазір. Қазір мына жерге барлық қатысушы кіреді. Сіздердің мақсатыңыз әрбір қатысушының бағалайсыздар. Шынымен де оның, жаңа айтып кеттік қой, да? Когда человек выступает, его поведение, насколько он внушает доверие. Вот вы как разные представители разных организаций, вы должны оценить. Вот пришел представитель Акимата, вот он выступал, даже то, как он вот так вот микрофон держал, он внушал вам доверие или нет, да, например?
Просто не их оценивайте. Они же просто студенты. Вы оцениваете вообще, как человек, вот, например, вы же реально представляли, да, что там представитель какой-то организации? Вы должны оценить, если бы пришел человек вот так выступающий, вы бы смогли ему довериться, да, и принять его информацию? Да, заходите. Вот сюда вот вставайте. Вот, құрметті студенттер, қатысқаныңызға көп рахмет. Қазір барлық студенттер сіздерді емес, сіз көрсеткен бейнені, да, мысалы, вот того представителя, которого вы показывали, они будут оценивать не вас. А вот, например, пришел к вам человек с какой-то информацией, вы находитесь там в акимате, в министерстве, там, среди рабочих вы приходите, да, например, и вот кто-то хотел снизить зарплату, кто-то хотел там с бюджета деньги, третий там хотел, чтобы мы мусор сортировали, точнее не мы, а Жасыл Ел, да, но при этом мы должны, оказывается, что-то там тоже делать. И насколько убедительны вы были, выступая перед вашей аудиторией, то, как вы себя вели, то, как вы стояли, да, и говорили, вот первый, вот кто у нас был первый участник? Вот вы были первые, да? Насколько вы можете оценить? Тоже можете вот так вот похлопать или... Да, получается, вам понравилось? Да. Что вас вот заставило человеку поверить? Уверенность. Уверенность? Угу. Что еще? Она отвечает корректно. Точно поставленная речь. Хорошо. Следующий участник у нас вот. Это начальник завода, да, или представитель акимата, который хотел снизить зарплату швеям. Да. Это было убедительно? Нет. Нет? Нет, я считаю, что смысла нет. Да. Если бы к вам пришел такой человек, вы бы согласились с тем, что он говорит? Зато диплом создала. Хорошо. И еще один минус, который я хотела вам подчеркнуть, это для будущего. Когда вы выходите выступать перед аудиторией, допустим, это может быть просто народ, да, либо же какая-то организация. Если вы некомпетентны отвечать на этот вопрос, да, и он к вам не относится, например, взять на работу там, с дипломом, хотя, ну, или без диплома, там, либо же вот касательно ЕГОВ был момент, то, что там поставить на прописку или нет, вот тоже хотела подчеркнуть. Это вопрос, который вас не касается. Если вы некомпетентны, вы должны подчеркнуть, что я не могу ответить на этот вопрос, потому что я некомпетентна в этом. Да? Но если у вас будут вопросы, то вы можете после собрания задать этот вопрос представителям там, администрации там, или еще каких-то организаций. Но я отвечаю только по своему направлению, Дегендей. Хорошо? Так, следующий вы уже оценили нашего второго участника? Похлопаем, давайте. Так, кто у нас третий был? Да, давайте. Вы были у нас представителем тоже акимата, да, говорили об экологии. Насколько убедительно была речь? Вот, вы можете там 3 качества можете сказать, типа, которые вас убедили? Голос был тихим, да? Это показатель чего? Это показатель неуверенности в себе. Хорошо. А это привлекает внимание аудитории? Нет, не привлекает. Хорошо. Хорошо. Ну, это просто фиксация на будущее. Это не вас критикует, это просто ситуацию. Хорошо? Представитель министерства, он снижает АСП. Когда он выступал, как вы оцениваете именно момент? Вот вам пришел представитель, да? Насколько он был убедителен? Не отвечал на вопросы вообще. Он не отвечал на вопросы. Снизить нам. Да. Молодец. Обещал воздушные замки, обобщения, да, было очень много. Не было конкретики. Когда вы сказали «куремос», это все испортило. Когда вы сказали, вот действительно, что вы подумаете, но это Бог знает, когда тоже это добавят АСП и вернут, да, например. Вот. Давайте тоже ему похлопаем. И вот последний наш представитель тоже неправительственной организации, который помогает людям с инвалидностью, да? Да. Насколько убедительна была она? Вот когда она выступала вам, что вы? Классно было? Хорошо.
Подруги, да, ваши? Хорошо. Есть еще вопрос? Ой, это ваше видение, может быть. Как вы оцениваете ее? Хорошо тогда. Давайте похлопаем последнему участнику. Все, спасибо. Присаживайтесь. Все, я заканчиваю. Заканчиваю. Нет, подождите. Так, дорогие студенты, спасибо всем, что вы участвовали. Барлықтарыңызға осы семинар тренингіме қатысқаныңыз үшін көп рахмет. Тағы да кездесеміз деген үміттемін. Барлығыңызға осы берілген ақпарат пайдалы болды деп есептейді. Егер пайдалы болса сіздерге, надеюсь, вы сможете использовать в дальнейшем в своей работе, да, и в своих публичных выступлениях. Спасибо. Спасибо. Всё.